16 минут деген не? 16 минутта адам баласы үшін бір мезетте өтетін уақыт. 16 минутта сен дүкенге кіріп шықсан өтіп кетеді. Пәтерден киініп далаға шығам дегенше өтіп кететін уақыт. Бұл оқиғада 16 минут кейіпкер үшін өте ұзақ болды. Сіздермен бірге куәгер каналға жазылып, ой-пікірлеріңізбен бөлісіңіз. Бұл оқиға 2006 жылы Шерман Шизимора атты ер адамнан басталады. Ол сол кезде 73 жаста еді. Ол осы жасқа дейін өмірін абыроймен өткізді. Жұмысының көп бөлігін ол Батыс Вирджинияда атқарды. Шерман көмір шығаратын шахтада жұмыс жасады. Шахтада өздеріңіз білетіндей, жұмыс өте ауыр және лас болып келеді. Өте қауіпті жұмыс. Шахтада әрбір адам істей бермейді. Шерман үйленгеніне 20 жылдан асқан еді, бала шағалары да бой жеткен. 50 жасқа келгенде ол зейнетке шығып,